Барлықтарыңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге вупи пай тортын жасайтын боламыз. Егер де торттарыңыз әдемі шықпай жатқан болса, міндетті түрде мен сияқты жасап көріңіз. Ең алдымен шоколадымыз бен сары майымызды жақсылап ерітіп алуымыз қажет. Бөлек ыдысқа 4 жұмыртқамызды жарып, оның үстінен шекерімізді салып, сол шекеріміз ерігенше жақсылап миксерлейміз. Миксерлеу барысында сап-сары жұмыртқамыз көбіктеніп ағаруы қажет. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, сары сұйықтығымыз ақ көбікке айналды, және де көлемі 2 есе ұлғайды. Оның үстінен ерітілген шоколадымызды жақсылап араластырып құямыз. Шоколадтарыңыз қатты ыстық болмауы қажет. Келесі кезекте алдын ала електен өткізілген ұн какао қопсытқышымызды сұйық массамызға салып, тағы да жақсылап араластырып алуымыз қажет. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, тестамыздың консистенциясы қатты сұйық және қатты қою болмауы қажет. Бұл рецепт бойынша бізде 4 корж шығады, және де 4 пергамент қағазын алып, екеуден қойып, бірінің үстіне бірін осындай асты алынатын формамен қолдан қағаздан форма жасаймыз. Енді бір қасықтан кезекпен құя отырып, 4 корж шығарып аламыз. Тесталарыңыз дайын болғаннан кейін бірден пергаментке құйып осылай жайып тастамасаңыздар, видеодағыдай қоюланып кетеді, және қоюланған тестаның жайылуы қиын болады. Алғашқы 3 коржымызды қолдан жасаған формамыздың шетіне дейін жаямыз. Ал 4-ші коржымызды, жалғыз коржды форманың шетіне жеткізбей жаятын боламыз, себебі бұл ең бетіне қойылатын корж. Жайып болған коржды пештеріңіздің қызуына қарай 15-20 минутқа пісіріп аласыздар. Келесі кезекте біз тортымыздың кремін дайындайтын боламыз. Ең алдымен рецептте көрсетілген бойынша творожный сыр мен шекерімізді жақсылап миксерлеп, бір келгі етіп аламыз. Міне біздің креміміз де дайын болып қалды. Осылай миксерді көтерген кезде біздің креміміз төмен қарай ақпауы қажет. Қазір енді тортты жинайтын боламыз. Осылай кремімізді көзбен 3 бөлікке бөліп, кондитерлік қалташаға саламыз. Енді корждарымызды кезек-кезек қойып жинайтын боламыз. Вупи пайдың шариктерін жасайтын кезде асығудың қажеті жоқ. Оның барлығы бірнеше жасағаннан кейін тәжірибемен өзі жайлап келеді. Ең бастысы асықпаңыздар. Мейлінше ұқыпты жасауға тырысыңыздар. Себебі торттың әдемі шығуы осы вупи пайдың шариктеріне де көп байланысты. Шариктерді бірінің астына бірін түсіріңіз, сонда тортыңыз әдемі көрінетін болады.
Ең үстіне жаңағы кішкентай коржымызды қоямыз. Енді шоколадты ганажды жасауға кірісеміз. Шоколадымыздың үстіне сливкиді, оның үстінен сұйық майымызды құйып, жақсылап ертіп аламыз. Шоколадымызды тортымыздың дәл ортасына құйып, жаймен шет-шетіне қарай сырып шығамыз. Міне біздің тортымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріп, маған қалай шыққаны жайлы пікірге жаза кетіңіздер. Торттың салмағы шамамен 1,5 килограмм шығады. Каналыма тіркеліп, лайк басып қоюды ұмытпаңыздар.